Газель 2 дизель мотор 3 куб. Спринтердің 6 ступка 646 коробкасымен механика салынған. Сонда мына мотор сила болып тұр ғой енді. Мынау передосын айленіп кетті дауш. Қосылған жерлерінен жыл жерген ғой, нагрузка түсіп шыдамаған ғой. Негізі мынау литый болады оригиналдарда ше. Бұл әрбір жеріне қосылған. Слабый да. Сөйтіп жыл жерген ғой, мынаны айленіп жерген. Карбинат сәл күйген, атаки нормально. Мынаны ауыстырып жесек болды. Міне мынау Steelix деген тура осындай период алдық, жаңасын. Тура мынандай период алдық. Мыналар слабый да бұлардың. Нагрузка шыдамайды ғой. Осы если общий литый болса, сол жақсы да. Жүреді ғой енді бұл да. Осын саламыз, нердегі пачимнигі шашылып кеткен екен. Нердегі. Бұнда жаңа пачимник салып қойдым уже. Тағы да қағамды қазір. Бұл дайын ғой, қазір передосын салып тастайын. Махайгіме қосып. Сонымен оталдырып айдап көрсетем ғой. Машинам полностью жинап болдым. Машина дайын. Сцеплением басып. Бірінші скорость. 2, 3, 4, 5, 6. Задний. Қозғалып атын. Задний. Нормальный скорость 30 ватыр. Әдемі. Онда бір дауыс бар да, пачимник, коробканың пачимнигі ау деймін. Сцеплением басса қояды. Выжимнойдан емес, коробканың өзінен бір пачимнигін дауыс шығып тұр ғой. Негізі мықты моторлар мыналар. Просто автоматы бұл мәшелерге, газельге слабый да, негізі автомат тез кетіп қалады, грузға арналмаған қонша. Дұрыс істеген механика салып негізі. Мотор тыныш істеп тұр ғой, дауыс. Дайын.